Сірме құрметті желі оқырмандары, Иван Шухов атындағы қалалық кітапханамыздың бұл оқшаулану аясындағы жобасы аясындағы кезекті асыл азамат атты сұхбатымызды бастаймыз. Ісім оң болсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіл адамның бірі болыңыз деп Әл-Фараби атамыз айтқандай, өз ісінің маманы, белгілі ардагер қонағымыз Тажин Жангелді Уақпанұлы. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Ең алғашқы еңбек жолыңызды сіз білім саласында бастаған боласыз. Сол еңбек жолындағы өзіңіздің жетістіктеріңізді, еңбегіңізді және өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз. Еңбек жолымды біздің жанұядағы дәстүр бойынша екі апам, ағам мұғалім болғандықтан мұғалімдіктен бастадым. Арнайы білім алдым. Ауыл мектебінде істедім. Қала мектептерінде соңғы жағдайға байланысты, көшіп келуіме байланысты. Енді еңбек жолым ол әрине үйдегі тәрбиеге байланысты. Әкем марқұм, мұғалімнен асқан мамандық жоқ, мұғалімнен асқан адам жоқ. Ол ұлт тәрбиелеушісі. Ол өзі дұрыс адам болу керек, содан кейін сондай ұрпақ тәрбиелеу керек деп, өзі сондай қызмет қылған адам болғандықтан ылғи құлағымызға құйып айтып отыратын. Сондықтан үлкен ағам, екі апам мұғалім болды. Солардың жолын қуып, мен сол мұғалімдігін бастадым. Мамандығым сол өмір бақи мұғалім болып істедім. Жалпы еңбек өтілім 51 жыл болса, соның 45 жылы мұғалімдік, ұстаздық қызметте болды. Жалпы өзіңіздің еңбек жолыңызда қандай қиыншылықтар болды? Төзе алдыңызда сол қиыншылықтар? Әрине, қиыншылық деген ол болмады емес, болды. Алдымен еңбек жолындағы сол ұжымдармен жұмыс істегенде, мектеп, жай мұғалім болған уақытта, алғаш бастаған уақытта әрине мұғалім болып, бірден сол мамандығыңды игеріп кетіп, белді мұғалім болу деген өте қиын. Сондықтан өзімді үйреткен, өзіме ұстаз болған, тәлімгер болған мұғалімдерді сондай сағынышпен және осындай үлкен мақтанышпен еске аламын. Сол кісілердің арқасында мұғалім болдық. Одан мынау кәсіптік техникалық училище деген болады, солардың оқу орнында жұмыс істедім. Әрине, қазір мысалы сағынышпен еске аламын сол күндерді, өйткені ауыл шаруашылығына мамандар дайындап, сол мен дайындаған мамандар еңбек ері болып, үлкен қызмет көрсетіп халқына, егін егіп, мал шаруашылығында жүріп деген сияқты халқымыздың байлығын, жеріміздің сол байлығын еселей түсті. Сондықтан сол кездердегі сол қиындық әрине ауылдың балалары мен соларды механизатордың мамандығына үйрету, қиындыққа төзуді үйрету, өзінің маманы болу, іскер маман болуды үйрету, ол оңай шаруа емес еді. Одан кейін де басқа уақытта енді өмірімнің бір аса бір кезеңі осындай еске алатын, ол бір мына Петропавл қаласындағы алғашқы қазақ классикалық гимназиясының ашылған кезі. Енді қазақ мектебі болмаған қалада бірден гимназия ашып, оның сол аяғынан тік тұрып кетуі, ұжыммен жұмыс істеу, сол ұжымды біріктіріп, кіріктіріп, үлкен алға мақсат қойып, сол балаларды сол гимназияға тән оқу деңгейін үйрету өте қиын болды. Сондықтан қиынсыздық болған жоқ. Бірақ сол кездегі сол өзімнің әріптестерімді, сол алғашқы жиналған классикалық гимназия ұжымды сол үлкен алғыспен еске аламын. Өйткені біз алғаш ашқан қазақ гимназиясының сол замандағы озық кеткен орыс тілдегі мектептерінің соған деңгейіне жетеміз деген сол күні түні еңбек еткен уақытымыз естен кетпейді. Алға қойған мақсатымыз биік болатын. Алға қойған мақсатымыз алдымен сол өзіміздің сол тәрбиемізден, одан кейін сол өз ұлтымыздың ұлттық мектебінің басқа мектептерден кем болмауы, біздің оқушылардың басқа мектеп оқушыларынан кем болмауы деген қойған сондай ұстаным, өзіміздің сол мақсатымыз сол бізді алға жетеледі. Сол гимназияның шәкірттері бүгін біздің осы қаланың мақтанышы, көптеген қызметтерде адал еңбек етіп жүр. Сол уақытта оқыған оқушылардың бірде-біреуі мысалы өзінің жамандық атын шығарған жоқ. Ол да болсын ұстаздың мерейі, қандай қиындық болса да алдымен орыс тілді оқушыларымызды қазақ тілін үйрету, ана тілін үйрету, ана тілінде білім алу деген ол оңай шаруа болған жоқ. Оның бәрі қиын болды. Оқулықтың жетпеуі, әдістемелік құралдардың жетпеуі, осының барлығы әрине ол қиындық. Оның барлығын жеңе білдік, оның барлығын шеше білдік. Сондықтан
енді қиындықсыз өмір жоқ, бірақ сол істеген еңбегіміздің зейнетін, сол қуанышын қазір көріп отырмыз. Сол оқушыларымызды көріп қазір мақтанамыз. Сол Қазіргі уақыттағы істеп жүрген қызметіңіз жайлы айтсаңыз. Енді ертеңгі күннен келер күннен жақын дүние жоқ дейді. Бізде зейнет жасына жеттік, зейнетке шықтық. Сол бейнетіміздің зейнетін көріп отырдық. Бірақ та сол қалада мысалы қазір 45 мыңға жуық зейнеткер бар. Бұл дегеніңіз енді үлкен азаматтар. Олардың біразы мынау ауылдан көшіп келген азаматтарымыз, өзіміздің ағаларымыз, ағайларымыз деген сияқты. Сол Қазақстан Республикасында ардагерлердің ардагер ұйымы бар. Ол енді алдымен республикалық одақ, одан кейін облыстық ардагерлер ұйымы, содан кейін қалалық. Сол енді мен облыстық ардагерлер кеңесінде төрағаның орынбасары болып істеген уақытта сол осында келдім, қазір қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасымын. Енді мынандай уақытта әрине сол алдымен енді сол үлкен азаматтарымыздың көңіл күйін табу, олардың әлеуметтік мәселелерін шешу, олардың жұмыс мысалы демалыс уақытын сол пайдалану, соны өткізу деген сияқты толып жатқан шаруалар бар. Оның үстіне енді мерейтойлар деген сияқты өмірден өтіп жатқан ағаларымыздың кейде сол ақтық сапарына шығарып салу, солардың барлығы сол біздің қалалық ардагерлер кеңесінің міндеті. Бұл дегеніңіз өте үлкен жұмыс. Әрине ол қоғамдық ұйым, ол ұйымның өкілеттілігін енді ешкім тежеген жоқ, бірақ соның өзінде де бірақ енді сол атқарушы билікпен қол ұстасып еңбек етіп жатырмыз. Сол қазірдің өзінде сол енді бұған дейін де менен бұрын істеген төрағаларды айтып кетуге болады. Олардың зор еңбегін халық арасында құрметке бөленгенін айтуға тиіспіз. Соның арқасында біз қазір сол жұмыс істеп жатырмыз. Қалалық ардагерлер кеңесі біздің облыстағы ең үлкен ұжым. Дегенмен көп жұмыстар атқарылып жатыр. Әрине, жалпы мамандық адамның бейімділігіне байланысты, әлде қабілеттілігіне байланысты? Алдымен бейімділік деген болу керек. Мұны кезінде совет педагогикасында оқушыларды ерте бейімдеу деген болатын. Алдымен сол жас кезінен бастап баланың қабілетін, бейімділігін анықтау, соған байланысты болашақ мамандыққа тәрбиелеу деген үлкен бір жұмыс болатынды. Соған байланысты біз балалардың кішкентай күннен бастап неге қабілетті екендігін, қандай бейімдігі бар екендігін, сол менің өмірімде де сол бейімділік деген өмірде ол әкенің қанымен, сол ата-бабаның дәстүрімен жалғасқан дүние ғой енді. Енді мақтанышпен айтқан емес, арғатам Тәжі деген ол би болған адам. Менің әкем Оқпан аудандық атқару комитеті төрағасының орынбасары болған адам, елдің адамы болған адам. Одан ағам Сайран көп уақыт мектеп басшысы болды, мұғалім болды, апаларым Дәметкен, Орынтай дегендер мұғалім болды. Сондықтан енді сол жұққан шығар, бейімділік деген әрине керек. Ал енді бейімділік ол тек қана жарты жылда ғана қалдыратын дүние. Егер үйренбесең, оқымасаң, тоқымасаң, өзіңді өзің күнде бір қабілетіңді сол ары қарай дамытып отырмасаң, ары қарай алып кете алмайсың. Ол қабілетің, бейімділігің бар екен деп, мысалы мамандықты игере қою өте қиын. Жалпы қазіргі жастарға айтар кеңесіңіз? Жастарға айтатынымыз мынандай: жастар алдымен елдің азаматы болса екен деріміз. Өйткені баяғыда үлкен ағаларымыз, аталарымыз бата берген уақытта әкеңнің ғана емес, елдің, атаның баласы бол деген осындай тағылым сөздер айтатын. Ол дегеніңіз еліңмен бірге өмір сүріп, еліңнің сондай әр кезеңінде сол жерде кірпіш болып, Абай атамыз айтқандай қаланып, сол мемлекеттің, сол еліңнің қажетіне жарасаң деген сөз. Сондықтан енді қазіргі мынандай заман адамзат тарихындағы өте бір күрделі кезең. Бұл енді кезеңнің алдымен сол алға озып кеткен өркениет елдердің қарыштап дамып кеткені, олардың сол экономикасының да, басқа да сол жағдайларының дамып, басқа елдердің сол деңгейге жетуге қойған мақсаты. Қазақстанда тәуелсіздігін биыл 30 жылға болған жас мемлекет. Оның алдында үлкен міндеттер тұр. Осы алға дамыған мемлекеттердің елбасымыз айтқандай сол 30 мемлекеттің қатарынан табылды деген үлкен мақсат қойып отырмыз. Осыған байланысты жастарға айтатынымыз алдымен білім. Қай мемлекетті болсын алға алып шығаратын қазіргі заманда ол білім, біліктілік. Әр мамандық өзінің сол білікті маман болып, өзінің орнында, жұмыс орнында сол жетістікке жетсе, сонда ғана мемлекет көркейеді.
Сонда ғана мемлекеттің жетістігін айтуға болады. Сондықтан айтарым, мынау үздіксіз білім деген ұғым бар. Қай жерде болсын, қашанда болсын, мен мектепті бітірдім, мен университетті бітірдім деген емес, әр уақытта үйрену керек, әр уақытта оқу керек, алға талпыну керек. Өйткені өмір бір орында тоқтап тұрған жоқ. Басқа мемлекеттер қарыштап дамып бара жатыр. Қазақстан тарихтың шаңында қалып қоймайын десе, оның әрбір азаматы тек қана ақылды, тек қана жауапкер емес, ол алдымен білімді болу керек. Сонда ғана біліктілік келеді. Сондықтан айтарым, білімді ерінбей оқыңыздар, білімге құштар болыңыздар, білімді игеріңіздер деп айтар едім. Жақсы. Ардагер құрметті әрі қадірлі, ардақты деген этикалық ұғымды білдіреді. Ел мүддесін бәрінен биік қойып, өзінен кейін келер ұрпаққа ізін қалдырып, яғни ұлылығын ұялатып, бір қауымға бас-көз бола білген ардагерлерімізге шексіз зор үміт артамыз. Ендеше бүгінгі келіп, өзіңіз жайлы хабардар етіп, сұхбат берген үшін көптен көп рахмет. Деніңізге саулық тілеймін, жұмысыңыз жемісті болсын. Құрметті желі оқырмандары, бүгінгі сұхбатымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.